Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birövde жақсы көрсең өте қатты жақсы көріп кетпе, мүмкін ол дұшпаның болып қалар. Бірövde жаман көріп кетпе, мүмкін ол саған дос болып қалар дейді. Қоғамда енді әрқайсымыз бір-бірімізді жақсы көрсек, бір-бірімізге жақсылық қылатын болсақ, онда жамандық қайдан шығады? Ұрлық қайдан шығады? Зинақорлық қайдан шығады? Бірақ сен бірövde бүгін сындырасың, жыртасың, ертең сен жыртатын адам шығады. Ол ақиқат нәрсе. Sen birövde korladın mı seni yerden korlaydın. Bırak İslam bu narsadan bütün de kaydarı. Bütün adamzatı жақсылыққа шақырады. Жақсы söz söyleyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жақсы söz söylüyor da. Müslüman adam bağrını bir çımıyıp koydu bu sadaka деп koydu da. Sonda qoğam көркейеді. Қазір бізде қоғамда бірін-бірін көрелмеу, бірін-біріне аяғын шалу қарын қандай белеңі. Ол имансыздықтың белгісінен. İman adam onday olmaydı.